20 ғасырдың басында қазақ ауылдарында мектептер аз болды. Балалар дәстүрлі киіммен сабаққа келетін. Оқу құралдары өте қарапайым еді. Кейде мектепте бірнеше жас бірге оқитын. Соған қарамастан, балалардың білімге деген қызығушылығы жоғары болды. Кеңес дәуірі басталғанда жаңа мектептер салына бастады. Оқушылар таза әрі жарық сыныптарда білім алды. Мұғалімдер жаңа әдістерді қолданды. Сабақтар жүйелі түрде өтті. Бұл білім беру жүйесінің дамуына жол ашты. Мұғалімдер тақта алдында сабақ түсіндіріп, оқушылар дәптерге жазып отырды. Балалар білімді ынтамен қабылдады. Әр сабақ тәртіппен жүргізілді. Мұғалімдер әр оқушыға көңіл бөлді. Осылайша білім сапасы артты. 1905-1960 жылдары жаңа мектеп ғимараттары көбейді. Сыныптар кең әрі жарық болды. Оқушылар жаңа құрал жабдықтармен жұмыс істеді. Мұғалімдер тәжірибелі болды. Бұл кезеңде білім беру сапасы жақсарды. Мектеп кітапханалары оқушылар үшін маңызды орынға айналды. Балалар әртүрлі кітаптарды оқыды. Кітап арқылы білімдерін толықтырды. Кітапхана тыныш әрі жайлы болды. Оқуға деген қызығушылық артты. Ғылыми зертханаларда оқушылар тәжірибе жасай бастады. Олар физика мен химияны тәжірибе арқылы үйренді. Бұл олардың ойлау қабілетін дамытты. Балалар жаңа нәрселерді ашуға қызықты. Ғылымға деген қызығушылық өсті. Оқушылар түрлі құралдармен жұмыс істеп еңбекке баулынды. Олар өз қолымен заттар жасап үйренді. Бұл олардың шеберлігін арттырды. Сабақта қызықты өтті. Балалар жаңа дағдылар меңгерді. Мектепте спортқа да ерекше көңіл бөлінді. Балалар дене шынықтырумен айналысты. Олар күшті әрі шымыр болып өсті. Спорт жарыстары өткізілді. Бұл денсаулықты нығайтты. Дарынды оқушылар олимпиадаларға қатыса бастады. Олар өз білімдерін көрсетті. Жеңімпаздар марапатталды. Бұл басқа оқушыларға үлгі болды. Білімге деген ынта артты. 1907-1980 жылдары мектептерде жаңа технологиялар пайда болды. Оқушылар түрлі құралдарды пайдаланды. Сабақтар қызықты әрі тиімді өтті. Мұғалімдер жаңашыл әдістерді қолданды. Білім деңгейі жоғарылады. Ауыл мектептері де дамыды. Балалар білім алуға мүмкіндік алды. Мұғалімдер ауылда да еңбек етті. Оқушылар белсенді болды. Білім баршаға қолжетімді бола бастады. Қала мектептері ірі әрі заманауи болды. Оқушылар жақсы жағдайларда оқыды. Сыныптар толық жабдықталды. Мұғалімдер жоғары білімді болды. Бұл оқыту сапасын арттырды. Мұғалімдер оқушыларға жеке көңіл бөлді. Олар әр баланың қабілетін дамытуға тырысты. Сабақтар түсінікті өтті. Оқушылар өздерін еркін сезінді. Білім алу жеңілдеді. Оқушылар топпен жұмыс істей бастады. Олар бір-біріне көмектесті. Бірге тапсырмалар орындады. Бұл олардың қарым-қатынасын жақсартты. Ұжымдық жұмыс дамыды. 1990 жылдары компьютерлік сыныптар пайда болды. Оқушылар алғашқы компьютерлермен танысты. Бұл жаңа білім кезеңінің бастамасы болды. Балалар технологияны меңгере бастады. Білім беру жүйесі жаңарды. Университеттерде студенттер жоғары білім алды. Олар өз мамандықтарын таңдады. Жастар болашаққа қадам басты. Білім олардың өмірін өзгертті. Ел дамуына үлес қосты. Түлектер оқуын аяқтап диплом алды. Бұл олардың еңбегінің нәтижесі болды. Олар жаңа өмірге қадам басты. Әрқайсысы өз жолын таңдады. Білім олардың болашағын ашты. Кейбір жастар ғалым болып еңбек етті. Олар ғылымды дамытты. Жаңа жаңалықтар ашты. Бұл елдің дамуына әсер етті. Білімнің маңызы артты. Қазақстанның картасы білімнің дамуын көрсетеді. Елдің барлық аймағында мектептер ашылды. Білім жүйесі кеңейді. Жаңа мүмкіндіктер пайда болды. Бұл үлкен жетістік болды. Бүгінде оқушылар бақытты әрі білімді.
Олар жарқын болашаққа сеніммен қарайды. Білім олардың басты байлығы. Әр бала білім алуға құқылы. Қазақстанның болашағы білімді ұрпақ қолында. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.